Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабағымызда осындай сұлулығы көз тартатындай өте әдемі және дәмді 3 түрлі капкейк жасайтын боламыз. Ол үшін менің арнамнан алыстамай Маралмен бірге болыңыздар. Ең алдымен шоколадты капкейктер жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн, какао, қопсытқыш және ас содасын өзара араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған айранымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен құмшекерімізді жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Сонан соң құрғақ ингредиенттеріміздің жартысын електен өткізіп қосамыз және сұйық ингредиенттеріміздің жартысын қосамыз. Барлығын жақсылап миксерлейміз және қалған жартысын қосып, тағы да барлығын миксерлеп шығамыз. Жан-жағында ұндарымыз қалып кеткен болса, барлығын жинастырамыз, біріктіреміз және жақсылап араластыруымыз қажет. Осымен біздің қамырымыз дайын. Өзімізге ыңғайлы болу үшін кондитерлік қалташа құйып аламыз. Осындай капкейкке арналған ыдысымызға жарты қылып қамырымыздан құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің капкейктеріміз дайын болды. Енді оны жақсылап суытамыз. Екінші капкейктерімізді дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды, ванилинімізді және құмшекерімізді салып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Сонан соң сұйық ингредиенттерімізді өзара араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға құрғақ ингредиенттерді және сұйық ингредиенттерді қосып, барлығын араластырамыз. Қамырымызды осылай капкейкке арналған ыдысымызға жарты қылып құйып шығамыз және қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 20-25 минут пісіріп аламыз. Ванильді капкейктеріміз дайын болды. Ол осындай әдемі болып шығады. Барлығын жақсылап суытамыз. Қызыл мақпал капкейкін дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын жақсылап араластырамыз. Айранымызға қызыл бояуымызды қосып араластырамыз. Жұмыртқа мен құмшекерімізді салып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Жұмыртқалы массамызға айранымызды және сұйық майымызды қосып араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз, барлығын біртекті болғанша миксерлейміз. Қамырымыз дайын болған соң кондитерлік қалташаға құйып аламыз және арнайы капкейкке арналған ыдыстарымызға жарты қылып құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне бізде осындай әдемі қызыл мақпал капкейктер дайын болды. Барлығын суытуымыз қажет. Крем жасау үшін бізге творожный сыр, сливки және қант ұнтағы қажет. Мұздай творожный сырымызға қант ұнтағын салып, 1 минут миксерлейміз. Сонан соң мұздай сливкиімізді құйып, барлығын миксердің жай жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып, қою крем шыққанша миксерлеп араластырамыз. Мен осындай арнайы тюльпанға арналған насатканы пайдаланатын боламын. Егер сіздерде бұндай насатка болмаса, кез келген насатканы пайдаланып жасасаңыздар болады. Капкейкімізді аламыз. Кремімізді мен сары түске, бір тамшы сары түске бояп алдым. Және кондитерлік қалташаға құйып, насатканың көмегімен ең бірінші тюльпанымызды
капкейкіміздің ортасына отырғызамыз. Сонан соң қалғандарын шет-шетіне отырғызамыз. Кішкене давлениемен сығамыз. Содан соң жайлап тартамыз. Сол кезде осындай әдемі гүлдер бізде шыға келеді. Бәр жоғы бір капкейктің бетіне 7 гүл сияды. Достар, қараңыздар, қандай нәзік, өте әдемі, шынайы тюльпандар бізде шығады. Барлық тюльпанымызды тура осы видеодағыдай жасап шығамыз. Ешқандай қиындықтың қажеті жоқ, өте оңай және тез жасалады. Мен осы біз жасаған кремімізді 3 бөлікке бөліп, бір бөлігін сары түске, екінші бөлігін розовый түске және үшінші бөлігін жасыл түске бояп алдым. Розовый түспен бояғанымызды осындай оғанда тюльпан деген насадка кигізіп, осы тюльпандар жасадым, яғни жабықтау тюльпандар, өздеріңіз байқағандай. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Шынайы болып көріну үшін жасыл түспен мен осындай жапырақтар жасап шықтым. Өте әдемі болып көрінеді және ерекше. Өзі жапырақтың насадкасы болады. Кішкене басы еректеу ай сияқты болып келген, сол насадкамен жасадым. Барлығын осылай жасап шығамыз, кішкене сығып тартамыз, сол кезде жапыраққа ұқсап әдемі болып шыға келеді. Міне біздің 3 түрлі капкейктеріміз дайын болды. Тюльпандарымыз өте шынайы болып көрінеді. Кез келген әйел адамына жасап берсеңіздер, бұндай сыйлық таптырмас сыйлық деп ойлаймын. Бірінші ванильді капкейкіміз арасы осындай болып шықты, жұмсақ. Екінші қызыл мақпал капкейкіміз өте нәзік және жұмсақ болып шықты. Түсі де қып-қызыл екен. Үшінші шоколадты капкейкіміз өте шоколадный және де бұл да жұмсақ, нәзік. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маралмен бірге болып видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. 8 наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Сау болыңыздар.